қалыңыз қалай? Шикарно, балдежно. Өте керемет, барлығы жақсы. Ақбота қалай? Боташка жақсы. Боташка жақсы. Шаршап тұрмаған шығар деп үміттеніп тұрмын, просто күн жаққа ойымда жүр. Сіздің көңіл күйіңіз тікелей Айдананың болған-болмағанына байланысты болды бүгін негізі эфирдің басында. Сондай сызбыстар бар секілді, негізі. Өзіңіз айттыңыз ғой. Болды. Ұмытып кеткен сияқтысыз. Ақбота келгенге қарай сіз жайлы Бота қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, бәрі құлпырып тұрсыз. Рахмет, сіз де әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Сіздер таныстық қалай болып жатыр? Кездесу болып жатыр? Көрісіп жатырмыз. Бірақ енді фильм сияқты фото-видео жоқ. Алдағы уақытта болады деген үмітім зор оған. Бірақ фото-видеомыз бар. Бар ғой бірақ? Иә, бар ғой. Жақсы, көріп алайық. Қалай өтті екен кездесу? Жалпы бірнеше рет күнделікті кездесіп жүрген шығарсыздар. Иә, үш па, екі ма? Үш. Білеміз. Үш кездесу. Содан бір жинаған кездесудегі видеомыз осындай. Жалпы біліп жатырмын, негізі Боташканы енді сәл-сәл ашылып, енді ашылып жатқан сияқты. Алдындағы бір-екі кездесуде андай сәл ортамызда бір барьер болғандай болып тұрады. Бірақ кеше бір арқа-жарқа болып әңгіме айтқанымыз бар. Ол кісіде өзінің бір ұнатып жатқан жақтарын, ұнамай жатқан тұстарын бір түртіп айтқан. Ұнамай жатқан жақтар бар ма? Иә, сол бізде кездесу болды. Біз почти уже бір жеті таныстық қой. Сол бір жетінің ішінде, ладно, бірінші кездесуді санамай қояйын. Екі-ақ кездесу болды да. Онда да тоже былай түсіріп тастайық, тез істеп тастайық деген сияқты қылып айтады да маған. Мен ортада жүрген бір артық адам сияқтымын ба? Сондай өзімді сезініп қалдым да. Кездесуде де асықтыра ма сізді? Жоқ, кездесуде олай асықтырмайды, просто былай типа Бота былай кездесіп тастайық, фото-видео түсіріп тастайық деген сияқты айтады да маған. Әйтеуір бір для галочки деп жатамыз ғой, жасау керек деген сияқты. Кездесу бар сияқты да бұл кісіде. Біреулермен тема шығып жатыр ғой енді кешегіде. Енді Бекзат айтып жатыр ғой, мен эфир қарап отқанда Бекзат айтады да, типа Ернар Айданаға басқаша көзқараспен қарайды тема. Ернар? Ау. Шын әңгіме ма, өтірік әңгіме ма? Түсірейік дегенім айтқаным бар, иә. Жоқ, соңғы әңгіме. Соңғы әңгіме? Басқаша көзқараспен деген ба? Жоқ. Қара торы жағы әдемі қыз ғой, ондай қараймын. Ондай бір қатты, ондай бір вау дейтіндей көзқарас емес. Бірақ әңгімеміз сәл жарасатын бар енді, оны жасырмаймын. Енді әзілдесеміз. Кездесуге оралайықшы. Неге кездесу бір шын жүректен сияқты емес? Әйтеуір асығыс видео түсіру керек, кездесу жасау керек деген сияқты дейді Ақбота. Ең үлкен нығметтің бірі ол уақытта негізі. Мен содан кейін уақытын бұл кісінің өзімнің де алып атқан сияқты сезініп қалдым алдындағы моменттерде. Неге? Содан кейін білмеймін енді андай ортамызда сам барьер тұрған сияқты көрінді да маған. Мен андай негізі өзім тез общительный адаммын да, тез бәрімен сөйлесіп кетемін, тіл табысып кетемін, әзілдесіп кетемін енді. Біраз танымаса да кейбір жандар таниды да мен. Содан кейін бұл кісіге солай бүйтіп ыңғайласайын десем, бұл кісі сәл андай бүйтіп тұйықтау болды да басында. Одан соң айттым, не проблема, айтсай деген сияқты. Если мен сен адам болмасам, давай осы жерден өзімді де сенің де уақытыңды алмай, осылай жасайық деген сияқты осылай ниет білдіргем. Бұл кісі не деп жауап берді? Бұл кісі айтты енді, мен бастапқы сол бір 3-4 кездесуге дейін ашыла алмаймын. Бірақ енді сізге байланысты деді. Мен максимально әзілімді айтып қоямын андасында. Сондай бір анекдоттар айтып қоямын, ана айтып қоямын, сөйтіп кішкене күлдіруге тырысам. Енді сол соңғы кездесуде бір прогрессті сәл байқаған сияқты болдым. Оның алдында Сіз байқадыңыз? Иә, мен өзім байқаған сияқты болдым. Бұл кісіні білмеймін. Содан кейін сіз байқадыңыз ба? Прогресс бар сияқты. Соңғы кездесуде сіз маған басқаша қараған сияқты деп жатыр. Енді уақыт өте келе ашыласың ғой. Сізді адам дейтін сразу ашылып кетпейді ғой. Мен тем более өзім табиғатымнан сондай болғандықтан бірінші кездесуде, екінші кездесуде жігітпен сразу жабысып, ондай істей алмаймын да. Кездесу болғаннан кейін, может, мен ашылып, нормально болып әңгіме айтып сөйтермін деп ойлаймын. Бірақ қазір жалпы сіздің қазір жалпы жақсы ашылып, жақсы болып жатырмын деп ойлаймын. Жалпы ұнап жүр кездесу? Иә, ұнап жүр. Кездесуде күшті ұйымдастырады. Просто жаңағы несі болмаса, кездесуде кішкене андай көп ұйымдастырмайды да енді. Жалпы сіз үшін мысалы айтып жатсыз ғой, жаңа 7 күн болды, бір апта болды таныс болғанымызға. 3 кездесу болды дедіңіз, иә? 3 кездесу сіз үшін аз ба, көп па? Жоқ, аз дегенде адамды білісу, ашылу үшін, бұл кісі айтады ғой, маған ашылмайды дейді да. Адамды ашылу үшін көп кездесу істеу керек сияқты. Қызығушылық болса,
мені қызығушылық болса. менімен тезірек араласып кеткіңіз келсе, көбірек кездесу болу керек, көбірек сөйлесу болу керек. Одан бөлек, кездесуден бөлек, сіздер телефонмен сөйлесіп, видео байланысқа шығып дегендей, хат жазысып, алмасып, ондай. Хат алмасы болады, бірақ сөйлесіп, видео звонокпен болмайды ондай. Мен жалпы адам баласымен видеомен көп сөйлесе бермеймін негізі. Жақсы, кәдімгі енді. Былай Телефонмен сөйлесу. ауыз екі тілде WhatsApp-пен ара тұра сөйлесіп тұратынымыз бар. Бірақ енді сол бағана наразылығы сол араларыңызда бір нәрсе бар ма деген сияқты нәрсеге бұл кісі қатты ренжіп қалды. Кеше де ренжіп қалыпты. Кеше ренжіп қалды негізі. Иә. Или басылды ма ол? Нормально. Айта. Айт. Сіз қазір қарым-қатынастасыз, иә? Елдің алдында болып жатыр, әрине түсінемін. Бірақ сіз ойыңызды ашық айтуыңыз керек. Себебі біз бір күні неге таныстық тоқтап қалды аяқ астынан деп. Қазір Ернарда ұнамай жүрген нәрсе бар ма? Оны айтыңыз. Ұнап жүр ма? Оны айтыңыз. Біз қуанышты боламыз деп. Бәрі күшті өтеді да. Просто жаңағы неде Айданамен болған тақырыптар ұнамайды да маған. Мен бұл кісіге үміткер болып келіп отқасын мен сыйлау керек та. Әйтеуір үміткерің бар ғой деп Ернардың несіне салып отыр да. Бұл кісі содан кейін барып мен үміткерім бар ғой деп айтып отыр да. Сол бір түрлі болып қалдым да, соған маған ыңғайсыз болып кетті. Бауырсаған, осы жерде бір айта кетерім бар еді. Мен негізі Ақбота қош келдің. Негізі бұл жерге енді шамал қыз келе алмайды ғой. Жүрек жұтқан қыздар келеді ғой негізі үміткер болып. Мысалы Ернар сені танытады деймін да. Просто алдында мен тамақ ішіп отқанда бір байқағаным. Бірге тамақ ішуге бардық, одан кейін де бір Ернар бәрі тамақ ішіп отқан кезде Ернар Инстаграммен Айдана Абен дегенмен сөйлесіп отты. Бірақ не жазып отқан байқамадым. Бауырсақан, не жазып отқандарын байқамадым. Мен просто мына жерде Айданадан сұрайын дегенім ғой. Айдана, саған Садолетпен таныстық ұнады ма, или Ернармен вальс билеген ұнады ма? Иә, біз алдында барлығымыз тамақ ішуге барғанбыз, бірақ ол кезде мен Инстаграммен сөйлескен жоқпын. Мен ол кезде айтып отқан жоқпын, одан кейін. Сен үйге кетіп қалғаннан кейін. Одан кейін де сөйлескен жоқпыз. Кеде сағат 11:30 шамасында ма? Ернар мойындау керек оны. Өйткені біз тамақ жатқанда сен екеуің перепес жүріп, мен просто бүйтіп қарап қалып едім ғой. Айдана Абен деп тұр да, телефон алып кетті, саған не жазған байқамай қалдым да. Ол кезде тағы Ернар ескерткем, Ақбота бар емес па деп. Иә, үміткерім бар ғой деді. Айданаға сұрақ қой, жаңа жауап бермей кетті. Бірақ сіз чатты көріп қалдыңыз ба? Айданаға сұрақ қой, Садолетпен таныстық ұнады ма, или Ернармен билеген вальс ұнады ма? Соны бүгін де тағы вальс биледі ғой. Екеуі де ұнады. Екеуі ұнады? Иә. Осы қашан қоясыңдар, құдай-ау, үштікке түседі. Екеуі де ұнады деген қалай отыр. Сәл бәл ыңғайсыздау екен. Енді сөйлескеніміз бар енді, бірақ Айдана екеуміздің бір жұмыс барысында бір нәрсе сұрап біліскеніміз бар. Содан кейін сәл бір кішкене диалог болды. Оны Ринат көріп қойған екен. Мына үміткер ханымның назданып кішкене өкпесін білдіріп атқан өте дұрыс. Ойбай, дронмен түсіріп, ана жақ, мына жақ түсіріп, мен маусым кездесуін алуым керек, сен мына әшейін бір түсіру керек деп түсіре салған сияқтысың ше. Негізі алдағы уақытта түсіре жатармыз дейді, алдағы уақытта басқа қызбен түсіретін сияқтысың. Лаулап тұрған сезімін кішкене су сеуіп бас қойып атқан сияқты қазір үміткер ханымнан ялғандықтан. Оған да рахмет, кішкене ұятың бар екенше. Қаншалықты дұрыс бұлай Айдананың қозғалғаны, Я болса билейсің мына жерде. Аты аталса сондай ма? Мүмкін сондай шығар дейсің да? Қалай ол? Ернар, қалай түсінуге болады? Бұл нәрсені. Не дейсің маған? Айдана үшін мен жауап берем, анау дейсің. Мен мысалы маған комфортно болды, мен билегім келді, мен биледім. Сіз неге ол Айданамен билейсіз? Осы жақта отырген жаныма қарадым, енді өлең болып жатты, мына жақта жұптық болып жатты дегеннен кейін алдыма сатты өлетісті, мен одан кейін алдымда Айдананы биге шақырдым. Мен солай жан қалауым сондай нәрсені қалап тұрғаннан кейін ғана емес, бүкіл мақта отқан адамзаттың кейбіреулері билейсіздер сіздерде. Оны бір былай утруждать етіп, бүйтіп асын түртіп, сен неге бұндай сөйттікі, бүйттікі деген нәрсе керек емес. Иә, болса мен нені түсіндім ше, негізі нені түсіндім, Ернардың тактикасы қандай екенін. Үміткерді қайтарғысы келсе, оказывается, бір қызы шығарады екен. Өйткені алдың үмітке келген кезде Диораны шығарып, жаймен 8-ші керемет деді. Айдана енді сен қатты бүйтіп қуанбасаң деп тұрмын, енді мына үміткерінен құтылып алғаннан кейін саған да кішкене шабуын қоятын сияқты Ернар негізі. Сондықтан бір ана Ернардың тактикасы сондай болып тұр ғой. Үміткерді қайтару үшін бір қызға обязательно бір барады да жақындап алады екен. Үміткер қайтарып біткеннен кейін жаймен қайта қояды екен.